Кейінгі кездері сары майдың құрамында холестерин бар деп жемейтіндер көбейді. Алайда бұл азықтың құрамында сіз білмейтін пайдасы өте көп екен. Мамандардың айтуынша сары майдың пайдасы өте көп. Тіпті оның күйдірілген, яғни ерітілген түрі де пайдалы. Достар, біздің арнаны 84% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ата-бабаларымыз сары майды ертеден қолданған. Оның құрамында А, Е, К дәрумендері өте мол. Сары майдың адамның зейінін жақсартып, шаш-терінің сұлулығын сақтайды. Сондай-ақ сары майдың құрамында қаныққан майлар мен токоферолдар, яғни каротин және Д дәрумені өте мол. Токоферол ағзаны түрлі радикалдардан қорғайтын антиоксидант, қартаю процесін баяулатқыш элемент. Ал қаныққан майлар ағзадағы гормондардың синтезіне тікелей байланысты. Бұндай майларды тағам мәзірінен бірден алып тастау ағзаға қауіпті. Д дәрумені ағзаға кальцийдің сіңірілуін қамтамасыз етеді. Сары майдың құрамында холестериннің бары рас, бірақ холестерин шошитын зат емес. Белгілі бір мөлшерде ағзаға өте қажет. Холестерин жасуша мембраналарының сіңдіру қасиетін қалыпты ұстайды, гормондардың синтезіне қатысады. Дәрігердің айтуынша сары май өте құнарлы, бірақ оның ағзаға сіңуі өте оңай әрі тез. Сары майды аш қарынға тұтынған дұрыс. Ол ағзаға жасын ұқтармен, яғни клетчатка бірге түсетін болса, пайдасы өте мол. Көкөніс, аскөктермен де араластырып тұтынуға болады. Жылумен күш-қуат береді. Сары май сүт майының концентранты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде өте пайдалы. Әрине, сары май калорияға өте жоғары, 100 граммда 730 кал. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес, май сіздің салмағыңызға еш әсер бермейді. Дәрумендері сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер береді. Мысалға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммундық жүйеңізді жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерінің ішінен майлап, жөтелді жеңілдетуге көмектеседі. Ал Е дәрумені қан тамырларды тазалап, берік қылады, шаршау сезімін басады, көңіл күйіңізді көтереді. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны сияқты серотин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін аштықты баса алады. Ми жұмысын жақсартады. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалары алмасу үшін өте маңызды. Мұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл-ой мен ой-өріске зиянын тигізуі мүмкін. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестеринге қажеттіліктерін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Қазақ дастарханынан қысы-жазы түспеген тағамның бірі қолдың сары майы. Астың да, нанның да дәмін келтірген майдың арнайы ерітілген түрі. Әсіресе қыста ерекше сұранысқа ие, кейбір жерде күйдірілген, яғни қорытылған деп аталатын. Бұл сары майды емдік мақсатта қолдануға болады. Тең мөлшерде балға араластырылған күйдірілген сары май иммундық жүйеңізді көтеретін мықты табиғи құрал. Ол үшін таңертең жылы сүтке араластырып аш қарынға ішсеңіз болғаны. Ол кеудедегі қақырықты босатады, ішектердің жиырылу қасиетін реттейді, іш қатуын болдырмайды.
иммундық жүйеңізді көтереді. Сүйектердің беріктігіне көмегі бар. Ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Жасушаларды жаңарту арқылы ағзаны жақсартады. Кемі 3 және 5 ай жалғастырған жағдайда артеросклерозға қарсы оң әсері байқалады. Азекемнің қысты күні суықтап қалған балаға беретін ең бірінші дәрісі осы май қосылған сүт екенін білеміз. Дәмді де сіңімді бұл сусын әлсіздікті жеңуге, ағзадағы суықты қууға қауқарлы. Бал қосылған қолдың сары майы сүйекке, иммундық жүйеге оң әсерін береді. Күйдірілген сары май. Аюрведа әдісімен ем жасайтын үнді емшілерінің басты қаруы. Олар тіпті тері мен шаш саулығында осы әдіспен сақтайды екен. Жасы 60-тан асса да бетіне әжім, шашына ақ түспеген, көзі өткір, тісі сау, қимыл қозғалысы еркін үнді бишілерінің бірі Ресейдің әйелдерге арналған бағдарламасында қонақ болған екен. Сонда жүргізуші алыстағы бишінің 30-ға жетпеген сұлудай мінсіз дене бітімінің сырын сұрайды. Үнді сұлуларының көбі күйдірілген сары майға бал, жаңғақ, кептірілген өрік, мейіз, жер-жаңғақ қосып жейтіні тағам танушыларды таң қалдырады. Зерттей келе олар майдың бұл түрі А, Д, Е, К витаминдеріне бай, холестерин деңгейін төмендететін түрі, тамыр қабырғаларын тазартатын, зейінді арттыратын, сіңімді әрі өте пайдалы деген шешімге келген. Күйдіру, яғни еріту барысында су толығымен жойылады. Сондықтан май ағзада іркілмейді, ішек пен асқазанды тазартады. Сары май адам денесінде қан қоюлық байқалса, таң ертеңгілік аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі болып есептеледі. Әсіресе қазақтарда ерте кезде сары майды пайдаланып, буын ауруын емдеп келген. Мұнда буын қабыну ауруына тап болған адамның буыны сары май салынған қарынды тарту арқылы емдеген. Іші қатқан ересек адамдар мен сәбилерге де сары майды ерітіп ішкізіп отырған. Қазақ шипагерлерінде жара болған орынға сары майды ерітіп, жақсы жарақаттың аузын жұмсартып, ауырғанды басып, тез қалпына келуге көмектеседі екен. Айтпағымыз, суық маусымда күнде таңертең сүтке 50 грамм күйдірілген май қосып ішуді әдетке айналдырыңыз. Пайдасы шаш етектен. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.